Магелланның жер шарын айналып шыққан саяхаты. Соңғы рет біз Колумбтың Үндістанға теңіз жолын іздеу барысында өзі де білместен Американы ашқаны жайлы баяндаған болатынбыз. Бүгін сіздерге адамзат тарихындағы алғашқы рет жер шарын айналған теңіз саяхаты туралы айтып береміз. Сонымен Фернан Магеллан. Шығу тегі португалдық Магеллан 1480 жылы өмірге келген. Оның нақты туған жері белгісіз. Ол Саброзада немесе Портта дүниеге келгені туралы деректер бар. Фернан Магеллан дворяндар отбасында өмірге келген. Балалық шағынан бастап теңіз оқиғаларына қызығушылық танытқан. 25 жасында жай матрос ретінде Үндістанды басып алуға аттанған португалдық экспедициялардың бірінің құрамында болады. Ол біраз уақыт Үндістанда қалып қызмет атқарған. Кейін Европаға қайтып оралды. Осы кезеңде Испания мен Португалия арасында теңіздегі шайқастар жүріп жатқан болатын. Екі ірі теңіз алыптары мұхитты өзара бөлісу жолында күрескен. Осы жолы қақтығысқа себеп Тынық мұхитындағы Малукка аралдары болды. Еуропалықтар дәмдеуіштер аралы деп атайтын Малукка аралы қазіргі уақытта Индонезия мемлекетінің құрамында. Бұл аралдарда негізінен қалампыр, даршын және жұпар жаңғақ өседі. Осы аталғандардың барлығы сол заманда европалық саудагерлер арасында жоғары сұранысқа ие болған болатын. 1511 жылы португалдықтар дәмдеуіштер аралын басып алып, Европаға дәмдеуіштердің саудасын өз қолдарына алды. Бұл жаңалықтан көңілі құлазған испандық Карл I король португалдықтарды тықсырып және дәмдеуіштер аралын өзіне бағындыру үшін Малукка аралының жағалауына экспедиция жіберу мүмкіндігін қарастыра бастайды. 1518 жылы наурызда Фернан Магеллан мен португалдық астрономы Руи Валейро патша сарайы жанындағы Үндістан кеңесіне қатысу үшін Севильяға келеді. Магеллан Малукка аралы испан патшасына тиесілі болу керек және солай болады деп мәлімдеді. Алайда, осы аралға португалдықтар жүзіп жүрген оңтүстік жағымен емес, батыс жолмен кіру қажеттігін айтты. Магеллан мен Руи Валейро кеңесте дәмдеуіштер аралына 1513 жылы испандық конкистадор Бальбоа ашқан, оңтүстік теңіз арқылы жетуге болатындығын асқан табандылықпен дәлелдеуге тырысты. Бальбоа оңтүстік теңіз деп Тынық мұхитына экспедиция барысында құрлыққа жеткен суларын болашақ Перу мемлекетінің оңтүстік жиегіне шығатын жерін атаған. Магеллан Атлант және Тынық мұхиттарының ортасында Бразилияның оңтүстігіне қарай бұғаз болуы керек екенін дәлелдеді. Магеллан әзірге ешкімге белгісіз бұғаз арқылы өтіп, Атлант мұхитынан бірден Үнді мұхитына өту жолын дәл осылай елестетті. Магеллан негізге алған дерек көздеріне сәйкес екі мұхиттың ортасында оңтүстік теңізі орналасқан. Осы теңізден өту арқылы ол өзі жетуді мақсат еткен Малукка аралдарына жетуге тырысқан. Корольдік кеңесшілермен ұзақ уақыт бойы жүргізілген келіссөздер және даулардан кейін Магеллан патшаны келісім жасауға көндірді. Келісім шартқа сәйкес Карл I 5 кеме жабдықтап, экспедицияны 2 жылға керек жарақпен қамтамасыз етуге міндетті болды. Магеллан өзінің серіктесі Валейромен бірлесіп келісім шарт талаптарына сәйкес, осы сапардан түскен табыстың 5-тен 1 бөлігін иеленетін болды. Сонымен қатар, олар кем дегенде 6 жаңа аралды тапқан жағдайда, олардың екеуінің иесі атануға құқылы болды. Сапарға шығардың алдында Валейро теңізге шығудан бас тартып, Магеллан экспедицияны жалғыз басқаратын болды. Экспедицияға дайындық. Келісім шарттың талаптарына сәйкес Магелланның иелігінде 5 кеме Концепсион, Виктория, Сантьяго, Сан-Антонио болды. Магеллан Тринидад флагман кемесін басқарды. Мәліметтерге сәйкес бұл су сыйымдылығы 120 тонна 3 мачталы каракка болды. Аталған экспедицияға аттанған адамдардың жалпы саны 293 адам болды. Жабдықтар мен азық-түліктердің қапталуы мен артылу барысын Магеллан өзі жеке бақылауға алды. Азық-түлік ретінде қытырлақ нан, зәйтүн майы, тұздалған балық, кептірілген ет, сірке суы, бұршақ, қант, су және күріш алынды. Қақтығыстар орын алуы ықтимал деген қауіппен 70 зеңбірек, 50 білтелі мылтық, 60 арбалет, 100 жауынгерлік қару-жарақ жиынтығы және басқа да қару-жарақтар алынды. Жергілікті тұрғындармен сауда жасау мақсатында Магеллан бірнеше тонна дайын тауарлар мен бұйымдар, мысалы, мата түрлерін, әйелдер әшекейлері, айналар, қоңыраулар және тіпті сынап та алып жүрді. Ол заманда сынап дәрігерлік мақсатта қолданылатын болған.
Магеллан бастаған флотилия 1520 жылы 20 қыркүйекте Сан-Лукар-де-Барамеда портынан жүзіп шықты. Осылайша теңізде жүзу тарихындағы алғашқы жер шарын айналған саяхат басталды. Бразилия жағалауына Магеллан өзі ойластырған бағытты ешкімге жария етпестен құпия сақтады. Мұхитқа шыққаннан кейін ол Бразилияға қарай тура жүзудің орнына Африка жағалауымен жүруді бұйырды. Бұл жағдайда Магеллан мұхиттың аталған бөлігінде жиі кездесетін португалдық кемелермен қақтығысудан осылайша сақтанған болуы ықтимал. Флотилия асықпай тек оңтүстік бағытында ғана жүріп отырды. Ол Канар аралдарынан өтіп Жасыл мүйіс, қазіргі Кабо-Верде республикасының аумағына жетті. Осы жерден Магеллан оңтүстік батысқа тікелей Бразилия жағалауына қарай бағыт алды. Атлант мұхитынан жүзіп өту барысында топта бірнеше мәрте қақтығыстар мен шиеленістер орын алғанында айта кету керек. Тәкаппар испандықтар өздерін португалдықтың басқарғанына және маршрутты қатаң құпия түрде ұстайтынына көндіге алмады. Бір уақытта Магеллан тіпті Сан-Антонио кемесінің капитаны Картахенді тұтқынға алып, және оның орнына өзінің туысы Альвар Мешкетті тағайындауға мәжбүр болды. Осылайша флотилия Бразилия жағалауына тек 29 қарашада ғана жетті. Кемелер Магеллан өтуге ниет білдірген бұғазды іздеп жағалау бойымен төменге қарай түсе бастады. Бір айға жуық уақыттан кейін олар Ла-Платаға келіп жетті. Бұл жер аталған бұғаз болып есептеледі. Магеллан Сантьяго командиріне жақындауға және бұл жерді барлап шығуды бұйырады. Дегенмен көп ұзамай Сантьяго бұл бұғаз емес, қандайда бір алып өзеннің сағасы екенін хабарлайды. Шын мәнінде Магелланның бұғаз деп есептеп жүргені Уругвай және Парана өзендерінің сағасы болып шықты. Осы екі өзеннің тоғысқан жерінде Ла-Платаның ені 48 шақырымға жетеді. Және әрі қарай өзен оңтүстік шығысқа қарай ағып, мұхитқа қосылатын жерінде 220 шақырымға дейін кеңейеді. Эскадрилья баяу оңтүстікке қарай бағыт алып, жағалауды зерттеуді бастайды. Зерттеулері баяу жүрді. Кемелерге дауылдар бөгет болса, екінші жағынан қыста жақындап қалды. Ал бұғаз әлі табылмады. 1520 жылы 31 наурызда 49 градус оңтүстік ендікке жетіп, флотилия Сан-Хулиан деп аталатын шығанақта қыстап шығуға шешім қабылдады. Мұнда мамыр айына дейін қыстап шыққан Магеллан Сантьяго кемесін жергілікті жерлі барлау үшін оңтүстікке қарай жібереді. Оңтүстікке қарай 60 миль жерде Санта-Крус шығанағы ашылады. Бірнеше күн өткеннен кейін кеме дауыл салдарынан қирап, осылайша Магелланның иелігінде небәрі 4 кеме қалды. Магеллан бұғазы 1520 жылдың жазында флотилия Сан-Хулиан шығанағынан шықты. Қыстап шыққан уақыт ішінде ол 30 адам мен көптеген қорынан айырылды. Ауа райының қолайсыздығы және кемелердің жиі істен шығуы флотилияны Санта-Крус шығанағында 2 айға жуық уақытқа тежеді. Тек қазан айында 4 кемеден тұратын эскадрилья қайтадан сапарға шықты. Теңізге шықпас бұрын Магеллан командаға оңтүстікке қарай болжанған бұғазға кіретін жолды іздейтінін ескертті. Оңтүстік ендіктің 75 градусқа дейін оңтүстікке қарай барамыз, деді ол өз тобына. Егер бұғазы табылмайтын болса, онда флотилия қайырлы үміт мүйісінің айналасымен Малук аралдарына барады. Магелланның шешімі осындай болды. 21 қазанда оңтүстік ендіктің 52 градус аумағындағы кемелер құрлыққа апаратын тар бұғазға тап болды. Сан-Антонио және Концепсион барлауға жіберіледі. Көп ұзамай теңізшілер тар өткелді байқайды. Оған Крет және кең шығанаққа тап болады. Оның артынан тағы да бұғаздар мен шығанақтар кездеседі. Су әрдайым тұзды болып қала берді. Ал тереңдікті өлшеуге арналған лот құрылғы көп жағдайда су түбіне жете алмады. Екі кеме де бұғаз табылуы ықтимал деген қуанышты хабармен оралды. Флотилия бұғазға кірді және бірнеше күндер бойы жартастар мен тар өткелдердің лабиринті арқылы жүрді. Бұл бұғаз кейіннен Магелланның атымен аталды. Шамдары үнемі көрінумен болған оңтүстік жерін олар отты жер деп атады. Доусон аралында бұғазы 2 каналға бөлініп, Магеллан флотилияны тағы да 2-ге бөлді. Сан-Антонио мен Концепсион оңтүстік шығысқа қарай жүреді. Қалған 2 кеме тынығу үшін тоқтайды. Ал матростар мінген қайық оңтүстік батысқа жол тартады.
3 күннен кейін қайық қайта оралып, ал теңізшілер ашық теңізді көргендерін хабарлайды. Көп ұзамай Концепсион оралды, алайда Сан-Антонио хабарсыз кетеді. Жоғалған кемені бірнеше күн бойы іздегендеріне қарамастан еш нәтиже болмайды. Кейін Сан-Антонио жүргізушісі Стебан Гомеш көтеріліс бастап, капитан Мишкетаны қамауға алып, Испанияға қайтып кеткені белгілі болды. Ол наурыз айында Севильяға оралып, Магелланды сатқын болып шықты деп айыптады. 1520 жылы 28 қарашада Магеллан кемелері мұхитқа шықты. Бұғаз ішінен олар 38 күнде өтті. Тынық мұхиты. Сонымен Магеллан бұғаздан шығып қалған 3 кемені алдымен солтүстікке қарай бағыттап, суық ендіктерден жылдам өтуге тырысты. 1 желтоқсанда ол Тайтао түбегінің жанынан өтіп, осыдан кейін кемелер құрлықтан қашықтай бастады. Құрлықтан шамамен 300 шақырым қашықтыққа жеткенде флотилия солтүстікке қарай бағыт алып жүзе берді. Моча аралына жеткеннен кейін солтүстік батысқа қарай бет алды. Ал 21 желтоқсанда 30 градус оңтүстік ендікте және 80 градус батыс бойлықта флотилия Азияға қарай бағыт алады. Эскадрилья Тынық мұхитында кем дегенде 17.000 шақырым жолды жүзіп өтті. Ал жаңа мұхиттың осындай ауқымды өлшемдері теңізшілер үшін күтпеген жағдай болды. Магеллан экспедицияны жоспарлаған кезде ол Азия Америкадан әлдеқайда жақын деген пікірде болған. Сонымен қатар ол заманда жердің басым бөлігі құрлық, ал аз мөлшерін ғана теңіздер алып жатыр деген тұжырым болған. Ал мұхит шексіз, шетсіз болып шықты. Команда ашық теңізде осындай ұзақ уақыт бойы жүруге дайын болған жоқ. Кемелерде қырғылақ ауру белең алып, шамамен 30 адам қайтыс болды. Тағы бір қызықты факт. Мұхитты кесіп өту барысында мұнда ешбір теңіз дауыл байқалған жоқ. Су беті айнадай тегіс, тыныш болды. Сол себепті Магеллан мұхитқа Тынық мұхиты деген атау берді. Ал шын мәнінде Тынық мұхиты барлық мұхиттардың ішінде керісінше ең танымсызы болып табылады. Дауыл мен цунамидің ең көп саны дәл осы жерде тіркелген. Магеллан мұхитты кесіп өткен кезде тыныш болғаны оның жолының болғаны болар. Саяхат барысында экспедиция өзі қалаған Малук аралдарының солтүстігінен солтүстікке қарай 10 градусқа жетті. Португалдықтармен қақтығыс орын алған жағдайда флотилиясының қарсы тұратын әлеуеті болмағандықтан, Магеллан португалдықтармен кездескісі келмеген болуы ықтимал. Қаңтар айының соңында теңізшілер Таумоту аралдарын, ал сәл кейінірек Лайн архипелагының аралдарын байқады. Әрі қарай флотилия Мариан аралдары тобына жататын Гуам аралына жетті. Гуам қоныстанған арал болғандықтан, Магеллан тіпті жергілікті тұрғындармен қандайда бір сауда жасай алды. Бірнеше күннен кейін экспедиция Филиппин аралдарына қарай шығып, осылайша испандықтар еуропалықтар арасында алғашқы болып осы аралдарға жетеді. Магеллан архипелагқа әулие Лазарь деген атау береді. 17 наурызда испандықтар Хомонг аралына тоқтады. Тынық мұхитын кесіп өту сапары сәтті аяқталды. Виктория. Аралдан аралға қарай жүре отырып, Магеллан және оның командасы оларда тұратын жергілікті тайпалармен қарым-қатынасқа түсіп отырды. Топ тіпті осы тайпалардың ішкі соғыстарына да араласқан болатын. Осылайша 1521 жылы сәуірде Магеллан осындай қақтығыстардың біріне араласып, тайпалардың бірін жақтап шайқасқа қатысып қаза тапты. Тайпалардың басшылары кейіннен Магелланның денесін оның тобына қайтарып беруден бас тартып, ұлы теңіз саяхатшысы дәмдеуіштер аралдарын көрместен осында қайтыс болды. Онымен бірге 8 испандық қаза тауып және көптеген теңізшілер жарақат алды. Қалған команда аралдан асығыс түрде кетіп қалды. Тек күзде флотилия арқылы Малук аралдарына жете алды. Команда Малук аралдарының ішіндегі ең үлкені Батыс Халмахераның аралына тоқтады. Мұнда команда арзан дәмдеуіштерді, даршын, қаламбыр және жұпар жаңғағын сатып алды. Осы жерде Малуккада испандықтар португалдықтардың Магеллан флотилиясын іздей бастағанын естіп біледі.
Кемелер біршама тозып, жүруге жарамай қалған концепсионды осы жерде қалдырып өртеуге тура келеді. Тринидад шығысқа қарай Панамаға, ал Виктория батысқа қарай Африканы айналып өтуге шешім қабылдады. Жолда Тринидадты португалдықтар басып алып, оның экипажын тұтқынға алып, айдау жібереді. Осылайша 5 кеменің біреуі ғана аман қалады. Виктория қайырлы үміт мүйісін айналып өте алмады. Содан кейін 3 ай тоқтаусыз Африка жағалауымен солтүстік батысқа қарай жүзумен болды. Жасыл мүйіс аймағында бір рет аялдаудан кейін Виктория 1522 жылы 6 қыркүйекте Испанияға жетті. Осылайша бұл Севильяға қайтып оралған Магеллан флотилиясының жалғыз кемесі болды. Жалпы алғанда Виктория экспедициясы шамамен 42.000 миль жол жүріп өтті. Кемеде тірі қалған 18 экипаж мүшесі болды. Бірақ Виктория көптеген дәмдеуштерді әкелді. Сондықтан оларды сату экспедициясының барлық шығындарын өтеуден асып түсті. Ал Испания Мариана мен Филиппин аралдарына алғашқы ашылу құқығын иеленіп, және Малука аралдарына да талап қоя алды. Магеллан экспедициясы осылайша аяқталды. Нәтижесінде алдымен Азияға батыс жол ашылды. Сонымен қатар жердің пішіні дөңгелек деген болжамның дұрыстығы расталды. Нәтижесінде Магеллан мұхиттардың ғаламшардың біршама бөлігін қамтитынын және бір-бірімен бөлінбейтінін дәлелдеді.